Егер present continuous туралы толық меңгергің келсе, осы видеоны соңына дейін қара. Сәлем достар, сіздермен teacher Дина. Бүгінгі біздің сабағымыз present continuous туралы болады. Present continuous'ның қазақша аудармасы созылыңқы осыша. Ал формасы subject plus to be plus verb ing. Ал subject деп отырғанымыз не? Subject I, you, they, he, she, it. To be деп отырғанымыз am, is, are. Одан кейін ing деп отырғанымыз не? Барлық континуустың барлық сөйлемінде міндетті түрде ing болады. I, you, we, they, he, she, it. Бұлар есімдіктер, бірақ сөйлемнің ішінде зат есім қызметін атқарады. Мысалға, I'm reading now. You are reading now. He is reading now. She is reading now. They are reading now. We are reading now. Мінекей, айдан кейін мен to be-ді қойдым, ол am. Одан кейін read деген етістікке ing жалғадым, бұл манаға формадағы. Сонда I am reading now. Мен қазір оқып жатырмын. He is reading now. Ол, одан кейін he-дан кейін to be-ді еске түсіреміз. Is қоямыз to be бойынша, одан кейін read деген етістік, оған тағы да ing жалғаймыз. Міне present continuous'ның болымды түріндегі сөйлемдер осылай жасалады. Жалпы present continuous'ты қай уақытта қолданамыз? Present continuous ең бірінші, егерде біз дәл қазір қандай да бір іс-әрекет жасап жатсақ, онда оны present continuous деп айтамыз. Екінші жағдайы, ол айналамызда қандай да бір іс-әрекеттің жүріп жатуы, бір процестің жүріп жатуын бізде present continuous деп те айтамыз. Және үшінші жағдайы, ол present continuouспен біз қандай да бір фотоларды, картиналарды суреттеген кезде осы бізге present continuous көмекке келеді. Мен жоғарыда айтып кеттім, барлық етістікке ing жалғанады деп. Бірақ ing бірден жалғанбайтын етістіктер де болады. Мысалға, make, write деген етістіктер, яғни бұл етістіктер и-мен аяқталып тұр. Ал ing жалғану үшін бірінші и әрпімен түсіп қалады, одан кейін барып ing жалғанады. Одан кейін да бізде I мен и қатар келетін болса, бұл жерде де өзгеріс болады. Мысалы, lie, lying дегенде ing жалғанар кезде I мен и-дің орнына бізге y әрпі келеді да, сосын барып ing жалғанады. Сонда lying деген етістік пайда болады. Енді present continuous'тың болымсыз түрін айтып кетейік. Present continuous'тың болымсыз түрі өте оңай. Бізге бұл жерге not сөзі көмекке келеді. Яғни to be-дің қасына not сөзін қоямыз. Мысалға, I'm not. Мысалға, мен қазір теледидар қарап тұрған жоқпын ғой, мен қалай айтамын оны? I'm not watching TV now. He is not watching TV now. She is not watching TV now. Яғни барлық to be-дің қасына, яғни am, is, are to be-де отырғанбыз. Солардың қасына біз not сөзін қоямыз, басқа етістікте ешқандай өзгеріс болмайды. Ал сұраулы түрінде am, is, are сөйлемнің басына шығады. Сол кезде бізге сұраулы сөйлем пайда болады. Мысалы, am I sleeping now? Мен қазір ұйықтап жатырмын ба? Дегенде, немесе is she cooking now? Осындай жағдайда present continuous'ның сұраулы сөйлемдері пайда болады. Енді бізде ағылшын тілінде present continuous бола алмайтын етістіктеріміз бар, ол like және love. Бұл етістіктерменен present continuous жасай алмаймыз. Мысалға, мен қазір айта алмаймын ғой. I am liking English деп айта алмаймын. Мен ағылшын тілін ұнатып жатырмын деген болмайды. Жалпы мен ағылшын тілін ұнатамын. I like English деп айтамын. Барлық шұқтарда time expressions болады. Бұл present continuous'ның time expressions'дары ол now, қазір, at the moment, right now, these days, this year деген сөздер бұл present continuous'тың сөйлемдерімен бірге жүретін сөздер. Егерде сөйлемнің ішінен осы сөздерді көретін болсаңыздар, онда бірден бұл сөйлемнің present continuous екендігін тауып алуға болады. Бүгінгі менің сабағым сіздерге толық түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше мен сіздерге тапсырмасын бергім келіп тұр. Ол жай ғана 3 сөйлем. Бұл менің айтқан сөйлемдерімді сіздер қазақ тілінде аударып, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Бірінші сөйлем she is singing a song now. Екінші сөйлем I'm writing now. Үшінші сөйлем they are working right now.
Осы 3 сөйлемді міндетті түрде комментарийға аудармасын жазып кетсеңдер, мен сіздердің менің бүгінгі сабағымды қаншалықты түсінгендіктеріңізді байқайтын боламын. Мен ағылшын тілі пәні мұғалімі ретінде өзім байқаймын. Жалпы оқушылар present simple мен present continuous көп жағдайда шатастырады. Present simple'дың сөйлемдерінің басын айтып келе жатып, міндетті түрде етістікке ing қойып жібереді. Present simple'дың сөйлемдерінде ешқандай ing болмайды. Ал continuous'тың сөйлемдерінде міндетті түрде ing болады. Мысалы, қазір мына бір сөйлемді present simple түрінде де, present continuous түрінде де айтып көрейік. He drives a car very fast. Бұл present simple мен айтылған сөйлеме. He drives. He'дан кейін келген етістік drive етістігіне біз s жалғап тұрмыз. Бұл present simple'дың формасы бойынша осылай жасаймыз. He drives a car very fast. Бұл жерде ешқандай ing жоқ, көріп тұрсыздар. Енді дәл осы сөйлемді present continuous пен айтып көрейік. He is driving a car very fast now. Мінекей, дәл қазір ол машинаны қатты айдап бара жатыр деген сөз. Дәл қазір осы ой айдап бара жатса, онда біздер drive деген етістікке ing жалғаймыз және he-дан кейін міндетті түрде to be-ді қоямыз. He-дің to be ол is. Міне осы екі айырмашылықты көріп, өздеріңізге де үйреніп сөйлемдер құра берулеріңізге болады. Бүгінгі менің сабағым сіздерге түсінікті болса, ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Кездескенше сау болыңыздар.